Ассалаумағалейкум армысыздар, құрметті футбол сүйер қауым. Назарларыңызда журналистер арасындағы Бағлига біріншілігінің 11-ші маусымы, 11-ші маусым аясында өтіп жатқан 2-ші тур ойындары. Назарларыңызда Хабар және Метарейтингс командаларының арасындағы кезекті ойын. Осы турдың орталық кездесуі деп жанкүйерлер бағалаған тамаша кездесу. Енді номиналды алаң иелері күлгін түсті жейдеде Метарейтингс командасы және сары жейдеде, үйреншікті сары жейдеде Хабар командасы. Команда құрамымен таныстырып кететін болсақ, номиналды алаң иелері Метарейтингс командасы 2-ші нөмірде қақпада Сейіл Қожатай, 6-ші нөмірде Ержан Әмірханов, 17-ші нөмірде Ербол Қайыров, 13-ші нөмірде Ермұхамед Мәулен, 23-ші нөмірде Нұркен Тоқмұрзин, 19-ші нөмірде Жарқын Тілеуқор, 10-ші нөмірде Дарын Шенгелбай, 9-ші нөмірде Берік Жайықбаев, 18-ші нөмірде Әбунасыр Абсаттар, 7-ші нөмірде Ерсұлтан Кәріпбай, 99-ші нөмірде Нұрислам Ермек, 15-ші нөмірде Дамир Өскенбаев, 5-ші нөмірде Мадияр Қалдыбаев, 11-ші нөмірде Еркебұлан Әзімхан, 5-ші нөмірде Мадияр Қындыбаев, 22-ші нөмірде Мадияр Жақсыбаев және 8-ші нөмірде команда шабуылшысы Мұрагер Мұратов. Осындай толық құрамда келген екен. Ал сары жейдеде өнер көрсетіп жатқан Хабар команда 7-ші нөмірде Ерғалиев Шыңғыс, 5-ші нөмірде Масақов Бақытжан, 9-ші нөмірде Елдос Өмірхан, 11-ші нөмірде Дарын Олжабай, 14-ші нөмірде Елдос Манашев, 22-ші нөмірде Арай Ізбай, 15-ші нөмірде Мирас Шақып және 12-ші нөмірде Бекболат Кәрбай белгіленген протокол бойынша. Енді ойынға назар аударайық. Әзірге доп Метарейтингс командасында, дегенмен Хабар көп ұзамай-ақ тартылатындай көрінеді. Бізде кішігірім техникалық мәселе, себебі ойыншылар жаңа біз отырған кабинаны түйіп кеткенін көріп отырсыздар. Сәйкесінше аздаған техникалық ақаулар үшін кешірім сұраймыз. Ал қазір Хабар командасының шабуылы Мади Жайықбаев, Ермұхамед Мәулен шабуылға ойқастап шығып көрген еді, бірақ Арай Ізбай дер кезінде командасын сәттен қорғап қалды. Шыңғыс сол аяғын соқпақтауы болады және оның бағыттаған соққысы қақпаның бағанынан кері серпілді. Шыңғыс Ерғалиев бұған дейін Хабар сапында Бағлиганың жеңімпазы атанған. Жалпы Хабар командасының Бағлигадағы тарихы өте тереңде. Алғашқы маусымнан бері ойнап келе жатқан команда, 7 дүркін чемпион, кубок иегері, осындай үлкен атақтары бар. Ал өткен маусымда бұл команда Бағлигаға команда қоспаған еді бірінші рет, және осы маусымда қайтадан Берік Уәлидің Хабар агенттігіне төраға болып келуіменен Хабар командасы қайта жасақталып, мінекей Бағлига журналистер, әріптестер арасына қайта оралды. Арай Ізбай Хабар командасының қорғаушысы. Былтырғы маусымда National Geographic'ті бастап шыққан еді Арай, бірақ биылғы маусымда National Geographic команда тарады. Оның белді ойыншылары осы Бағлигадағы үздік командаларға ауысты. Міне соның бір көрінісі. Арай Ізбай қазір Хабар командасының сапында қорғаныста өнер көрсетуде. Және өлеті астырылған бас тамаша мүмкіндік. Дарын Олжабай және сонау түкпірден астыдан қорғаныс шебінен пас берген Арайдың да соңғыла пасын айтып өту керек шығар. Тек Дарынға сәл сәттілік жетіспеді. Сәйкесінше Сейіл Қожатайдың да сейфін атап өту керек шығар. Арай Ізбай алыстан соққы бағыттады және қақпадан бұл доп биік кетті. Сейіл Қожатай допты ойынға қосты. Еркебұлан Әзімхан, Мұрагер бір ойыншының алда өтетін дриблингі бар және оған қарсы Дарын Олжабай сауатты қимылдады деп айтуға болады команда капитаны. Және доп қақпа маңынан қайта қосылады. Мирас бүгін Жақып әріптесіміз Хабар командасының қақпа күзетінде. Әрине біз Хабардың ауыспайтын мызғымас тұрақты қақпашысы бар екенін білеміз. Ол Айбек Қабылша еді, бірақ бүгін жұмыс сапарына байланысты ойынға келе алмайды деген біз ақпарды білеміз. Сәйкесінше бүгін қақпа күзетінде Мирас Жақып қалай өнер көрсетеді, оны да қазір ойын барысында тамашалай жатармыз. Метарейтингс командасының шабуылы доп аутқа кетті. Бұл жерде
19 нөмірдегі ойыншы. Кешіріңіздер, 18 нөмірдегі ойыншы. Әбу Насыр Әбсаттар командасын жаңа шабуылын бастап көрмеді, бірақ нәтиже жоқ. Дарын Олжабай допты тамаша тартып алды. Екі ойыншының алда өтетін мүмкіндігі бар. Шыңғысқа қарсы Нұрислам. Арай допты тамаша ойында сақтап қалды, және Шыңғыс сол қапталдан ойқастап көрді. Шыңғыстың да дриблингінің қаншалықты мықты екендігін білеміз, мықтығы ойыншы екенін білеміз. Сәйкесінше Шыңғыс жаңағы бір сәтте гол соғуға тамаша мүмкіндігі болған, ал бұл сәтте Шыңғыс Метаритингстің қосалқы құрамымен бе, жоғалек төрешімен бе, аз кем сөзге келіп қалғанда байқап отырмыз. Жалпы ойынның темпі өте жоғары, жылдамдығы жақсы деп айтуға болады. Себебі екі командада биыл жүлдеге үмітті команда. Бақытжан Масақов міне бұған дейін Бағлигада спорт сапында чемпион атанған, қазір радио сапында өнер көрсетіп жүлдеге атанған еді. Бүгін енді қандай осы маусымдағы алдағы мақсат қандай екенін ойын барысында білеміз. Насыр Әбсаттар алыстан бағыттаған соққы, және Мирас Жақып бұл жерде допты тамаша сақтап қала алды. Шыңғыс сол қапталдан, оң қарсы Нұрислам. Тамашалды өтті Шыңғыс, пас беруге болады. Бақытжан. Сол аяғына бағыттап алып келді. Бақытжанның сол аяғында да бір жойқын соққының бар екенін білеміз. Жалпы Ди Мария есімімен, лақап атымен танымал бұл ойыншы. Сол аяғымен ойқастап келіп, сол аяғымен соққы бағыттайтын жарқын көріністерді де бұған дейінгі маусымдарда байқаған едік. Мұрагердің бағыттаған соққысы, және Метаритингс командасының ойыншыларына тиіп алаңнан шығып кеткен екен. Ал біз алаңның арғы шетінде Елдос Манашевтың кешігіп болсын ойынға келіп қосылып жатқанын байқап отырмыз. Елдос Өмірхан допты ойынға қосады. Сол қапталға ауысты Елдос, 9 нөмірдегі Арайызбай. Жалпы Хабардың қосалқы құрамында ойыншы жоқ болғанымен, жалпы ішіндегі ойыншылардың, алаңда жүрген ойыншылардың сапасында мән жоқ. Әр қайсысы өз позициясында тамаша орналасқан деп айтуға болады. Бақытжан Масақов қорғаныстан міне алға қарай пас асырып тамаша диспетчерлік қызмет атқарып тұр. Арайызбай физикалық қабілетімен өз командасына көмектессе, алдыңғы шепте гол соғатын ойыншыларда жетерлік. Ал енді Метаритингс сапында ойыншыларды да айтып кетейік. Бұл жерде енді Сейіл Қожатай негізгі қақпашы, өзінің тамаша сейфтермен көзге түсіп жүрген, және алаңда 19 нөмірде Жарқын Тілеуқордың жүргенін көріп тұрмыз. Әбу Насыр Әбсаттар, Мұрагер Мұратов, Нұрислам, сонымен қатар ойыншылардың алаңға алма-кезек шығып жатқанын көріп тұрмыз. Жарқын Тілеуқор ескерту қағазын алды. Еркебұлан Әзімхан екен алаңда жүрген бір ойыншысы. Метаритингстің тамаша допты тоқтатты Нұрислам, және алсан соққы бағыттауға болады. Әбден Хабардың ойын үлгісі қалыптасқан, тәжірибелі ойыншылар барлық біріншіліктерде өнер көрсетіп жүрген, соқтан қарапайым нәрселерді, стандарт нәрселердің барлығын істеуді біледі. Және төрешінің тыныс белгі ысқырық шалып белгі бергеннен кейін
су ішуге үзіліс жасады. Уақыт тоқтатамыз және саған үзіліс. Да, суд беш, пожалуйста, положи ветр, сама кикает. Дай. Вот она опасна. Хабар, Кэп, сюда. Замена отсюда, Хабар. Кэп. По сигналу, отворот играешь, отворот. Кэп. Такой был из того, что их нет. Точнее, их вообще нет, только одни играют заменами. Сонымен төрешінің жариялаған үзілісінен кейін матч одан әрі қарай қайта жалғасады. Дәл қазір Астана қаласында, Нұр-Сұлтан қаласында күн өте ыстық. Нақты дәлелді болу үшін айтып кетейін, 29 градус 0-ден жоғары, ал жалпы сезіну бойынша қазір күн 32 градусқа дейін көтерілген екен. Бұдан кейінгі командаларға да, жалпы бұл командаларға да оңай соқпасы анық. Физикалық тұрғыдан үлкен күш түседі. Тамаша гол, құрметті көрермен, және Мұрагер Мұратов алаңның екінші басынан тепкен добы голға айналды. Есеп 1-0. Мұрагер Мұратов ойынның 12-ші минутында 12-ші минутында есеп ашып отыр. Сегізінші бөліністі Мұрагер Мұратов есеп 1-0. Доп аутқа кетті. Сәйкесінше Металлург Кингс командасы допты ойынға қосады. Шыңғыс Ерғалиев тамаша пас және алға ысырған сәтте қателікке бой алдырып отыр. Жиги, просыпаемся, давай. Тамаша допты тартып алды. Енді соққы бағыттауға болады. Бұл жерде Шыңғысқа жоқ, бірақ соңғы сәтте
Бұл кім? Қақпашы Сейіл Қожатай жарақат алып қалған секілді өзінің денсаулығымен тәуекелге барып, міне командасын голдан аман алып қалып отыр. Тамаша мүмкіндік болған негізі Шыңғыста. Құрметті көрермен, көзді ашып жұмғанша Хабар командасы Таразосын теңестіріп үлгерді. Стандартты жағдайды голға айналдырған бұл Арай Ізбай. Біз шағын үзіліс алған едік, енді түсінерсіздер. Қазір жаңа айтқанымыздай қалада күн қатты ыстық. Біз отырған жерде тіптен ауа жоқ. Сондықтан адами факторлар осындай орын алып үнсіздік болып жатса, барынша түсіністікпен қарайсыздар деп сенеміз. Елдос Манашев бір ойыншыны алдап өте алады, бірақ соңғы сәтте доптан айырып қалды. Таразы басы теңесті бірінші таймның аяқталар тұсында Хабар және Металлургтік командаларының арасында ойын. Арай Ізбай алыстан бағыттаған соққысы қақпа төріне дарыған болатын. Дарынның соққы бағыттауына тамаша мүмкіндігі бар және соққы бағыттаған еді, бірақ қақпадан қиыс кетті. Міне осындай екі команда қарымта шабуылдарменен, жылдам шабуылдарменен гол соғуға тырысып жатқанын байқап отырсыздар. Бақытжан Масақов соғаптағы әріптесіне асырды. Шыңғыс, оған қарсы Дарын. Елдос, оған қарсы Ермұхамед Мәулен. Және Елдос Манашевқа қарсы ойын тәртібі бұзылды. Ескерту қағазы берілді. Бұл жерде кімге екен түсініксіз. Қазір нақтылай жатамыз біздің режиссер әріптестеріміздің көмегімен. Сейіл Қожатай әуелете алғасырған пас және бұл жерде Хабар жігіттеріне доп келген екен. Елдос Арай оң қапталды Елдосты тапты. Елдос кімге пас береді? Қайтадан Арайға пас беруге болады. Соңғы сәтте сәл болмағанда доптан айырылып қала жаздады және Елдос арғы шепте ашық тұрған Бақытжанға пас беруі тиіс және дәл солай Бақытжан шалынып қалды. Оған қарсы ойын тәртібі бұзылды ма? Жоқ, ойын тәртібі бұзылмады деп есептейді. Тамаша Бақытжан допты тартып алды. Енді пас беруге болады. Артта Шыңғыс ашық тұрған. Және Сейіл Қожатай. Тамаша сейф. Соңғы сәтте саусағының ұшымен допты алып шықты. Сейіл Қожатай Қазақстан футбол федерациясының баспасөз қызметінде жұмыс жасайтын медиа офицер. Жалпы ұлттық құраманың сүйінші жаңалығын жеткізіп жүрген әріптесіміз бүгінгі ойында Металлургтікке сөзсіз үлес қосуда. Егер Сейілдің орнында басқа біреу болғанда бұл күн Хабар бұл күнде бірінші допты соғып тастар еді. Мұрагер
Бұл жерде Нұрислам бағыттаған соққысы қақпадан биік кетті. Ал команда капитаны Дарын Олжабай қазір қосалқы құрамда отырса да командасына дем беріп, ойыншы санының аздығына қарамай барынша жігерленіп алға ұмтылуға командаластарына үндеуде. Әрине Хабардың ДНК-сында, Хабардың қанында жалпы қайсарлық, жігерлік бар екенін біз бұрыннан білеміз. Ал енді Металлург болса биылғы маусымға барынша құрамды жаңартып, мықты ойыншыларды тіркеп, жүлдеге таласуға Ербол Қайыровтың жетекшілігімен өнер көрсететін команда тырысып жатқанын байқап көрген боларсыздар. Өткен ойында бұл команда, қателеспесем, Миор РК командасын 2-1 есебімен жеңген екен. Ал Хабар болса өткен ойында ойнаған жоқ. Яғни өткізіп жіберді, бір ойында демалды. Хабар командасының тоғызыншы ойыншысы Елдос Өмірхан ескерту жазылды. Арай, бұл жерде Елдосқа пас берген, бірақ Елдос доптан айырылып қалды. Енді қауіпті болу мүмкін. Бұл жерде Нұрисламның бағыттаған соққысы, бірақ Мирас тамаша өз орында қала білді және қандай сейф. Мирастың тарапынан орындалған. Бақытжан асығар емес, асықпауына да лайықты себеп бар. Командасында қазір ойыншы саны жеткіліксіз, сәйкесінше асықпай, күшті мүмкіндігінше екінші таймға сақтап қалу керек. Ал Металлург болса ойыншы санының басымдылығын пайдаланып алға ұмтылу керек дәл қазір. Команданың капитаны бар, команданың бапкері бар, жетекшісі бар. Өздеріңіз білетіндей, сол ойыншылардың барлығын алға қосу керек. Бәлкім, қазір біз білмейтін мүмкін Металлургтің бір құпиясы бар шығар. Себебі Ерсұлтан Кәріпбаев сияқты ойыншылар әлі алаңға шыққан жоқ. Демек, екінші таймға ойыншыны сақтап отырған болуы да ғажап емес. Алаңға Шыңғыс Ерғалиевтің орнына Дарын Шеңгелбай шықты. Шыңғыс өте үлкен көп жұмыс атқарды, жалпы физикалық тұрғыдан, сондықтан қазір Дарынмен бір ауысып алып ойнағаны абзал. Күшті сақтау керек бұл орынға да. Ойынның аяқтауына санаулы секунд қалды. Қазір Хабар командасы допты ойынға қосқан сәтте бәлкім ыстырықта шалынып қалар. Бақытжан Масақов. Және айтқанымыздай бірінші тайм аяқталды. Құрметті көрермен, есеп 1-1. Бірінші таймның қорытындысы бойынша Арай Ізбай гол соқты және Металлург сапынан Мұрагер Мұратов есеп ашқан болатын. Осылайша бірінші тайм аяқталды. Есеп 1-1. Құрметті көрермен, екінші таймда жолыққанша арнамыздан алыстамаңыздар.
Бет алға! Рядом, Бура есть. Ермаш, глубже. Не надо, Бура. Поджимай. Стой здесь. Эй! До конца. Хорош. Лучше! Хорошо. Ниже, Ермаш, ниже. Кош, Чика, кош! Средский, кош! Лето! Сонымен екінші тайм басталды, құрметті көрермен. Ойынның екінші тайм бірінші минутта артта қалған екен. Әзірге екі команда бір-бір шабуылмен алмасты. Ал қазір допты ойынға қосатын Арайзбай және Елдос Тоқтарханға берген еді. Елдос Өмірханға берген еді, бірақ Елдос допты сақтап қала алмады. Алыстан бағытталған соққы және Шыңғыс. Елдос кімге пас береді? Ешкімге пас берген жоқ. Кет! Елдос. Сюда кидай. План есть. Ермаш, пойдем! Быстрее! Мура, иди, страхуй, Мура, выше. Середину. Шыңғыс. Елдосқа пас берді. Елдос соққы жасайым деп барып бір адамды алды өтуге тырысты. Бақытжан Масақовтың бағыттаған соққысы және Сейіл Қожатай кезекті мәрте командасын голдан аман алып қалды. Молодец! Шыңғыс кімге пас береді? Елдосқа пас берді. Арайдың да соққысы бар екенін білеміз. Елдос. Спина, Мура. Тамаша мүмкіндік, әп-сәтті Рабын Насыр. Бей, по траву, бей. Бірақ пас беруде қателесті. Арайзбай бірден допты алға ұстап жіберді және мұрагердің бағыттаған соққысы қақпадан
биік кетті. Вперед. Право, право. Сейчас право. Середина. Здорово. Мура, сразу в середину. Мура! Шестерка, смена! Держа. Быстрей. Давай, давай. Бұрыштама добы қазір Хабар командасы орындайды. Шыңғыс Ерғалиев атап айтсақ. Мұрагер Мұратов Өлетауға пас ысырған. Играй, играй! Стой! Садись ты же! Игрока сразу! Стой здесь, стой здесь, здесь стой! Урислам, стой там! Внимательно, вот там смотри, внимательно! Тамаша соққы және бұрыштама добы Эй, давай, тағы. давай! Достың бақтағы соққысы және Мұрагер Мұратовтың Короткая такой, не чистится! Мұрагер Мұратовтың қолына тиген доп. Себетші сағып үзіліс. Жігітте Арайызбай жаңа шабуылды бастайды. Мура, Мура! Шыңғыс Ерғалиев. Руслан, за спиной! Шыңғысқа қарсы Мұрагер. Стой! Ау. Видимо, там вот этот сел. Видимо, вот этот зарядка сел. Доп Хабар командасының еншісінде. Екінші таймның да біз бел ортасына жақындап қалдық қазір. Шағын үзілісте болуы мүмкін. Кен, прям к воротам, ворота, всем к воротам. Нұрислам, оған қарсы Арайызбай. Берег, проси, берег! Тамаша пас шығарған еді, бірақ Не соңғы торопись, сәтте не трожь! рейтингс командасы топты өздерінде сақтап қалды. Оставляй. Мура, передача в середину идет, сразу Давай забей сюда. ниже. Один. Сели! Чё там, кого охраняем? Шыңғыс оң қапталды. Кімге пас береді? Пас беретін ешкім жоқ. Можно мне тот шнур? Тамаша мүмкіндік. Бұл жерде Бақытжан Масақов тамаша соққы жасаған, бірақ Сейіл Қожатай кезекті рет командасын қиын жағдайдан алып шықты. Высоко, Бақытжан высоко, Масақов. высоко. Ниже садись. Ниже садись. Все, стоит.
Лисбай. На мяче. Проще, ты. Сам, Подпахова, Муров. Және Бақытжан Масақовтың асырған добы ойыншыларға тек дұрыстамаға ауысқан екен. Демек стандартты жағдай қазір. Бақытжан Масақов пас беруге болады. Уня! Играй! 3-2 қазір метаритинг жігіттері шабуылға шықты. Қарымта шабуыл. Кімге пас береді? Бақытжан Масақов. Нуркен, смело! Нуркен, смело! Муров, сам, Муров. Берег, подбор, берег. Муров, твой. Аспа! Ермаш. Хорош. Не торопись, берег. Осымен құрметті көрермендер, рұқсат берсеңіздер, келесі ойын бізде Нұрсұлтан Сити және Подключайся, Еркеплан, середина. Ақпарат қоғамдық даму министрлігінің командасымен ойын өрбиді. Сол ойында мен қатысушы ретінде ойнайтын болғандықтан Хорошо, вот. матчты жүргізу ары қарай мүмкін болмай тұр. Сондықтан осы жерден тоқтатып, аман сау болыңыздар. Жеңісті күндерде жүздескенше дегім келеді. На, Муров, снимай. Нет, тут сама! Иди, вот так, здорово. Хорошо. Захацай, забери! Берег спина. Хорошо. Право. Торопись, Сеев. Спа. Иди, Дарын, иди там, Борис. Ермаш, там же. Игра, правильно! Пол дает. А здесь почему пол дал? Вот потому что... Можешь сказать? А мы здесь не прыгали. Стоял на ногах. Лучше! Ермаш, выше. Все, кто здесь? Можно, давай, можно. Хорошо. Хорошо. Блядь! Последний надежды. Он последний надежды, в воротами оказался. Надо удалять. Надо было доиграть, Кирюшка дал, а теперь нужно поставить. Абу, спокойно, не надо. Иди, Мура, иди. Бей! Вот, желтую дай! Он здесь ему должен был дать, блядь, желтую дал, вторая флага. Хабар командасының 27 минутында Арай Узбай ескерту жазды. Мура! Ничего не придумал. Просто все вратарь стоит. Хабар командасының 27 минутында ескерту жазды. Абу, уйди оттуда! Блядь! Спина! Просто ножку поставь. Хорошо. Ой! Нормально! Давай! Абу, идем.
Энду, давай, давай, проспайся. Давай, давай, минута. Дарren, внимательно. Давай, Диги, бля, гол нужен, победа. Чика, давай, давай, проспайся, проспайся. Ниже, ниже, берег. Берег. Центр, Ермаш, вернись. Лучше, лучше, лучше. Берег. Я тебе выше головы, середина кричат. Куда Бля, ты? Диги, поворотом, бейте, бля. Мура, ближний, Мура, ближний. Право, Мура. Не торопись, Берег, не торопись. Что делаешь, Берег, Берег, Берег. Берег, Берег. Середину, середину, Даррен, Даррен. Ермаш, Ермаш, давай, Ермаш. Мура! Мура! Что насчет водопоя, алло? В первом тайме был час, во втором тайме. Водопой. Бля, давай, делай, делай. Не торопись, Дел, не торопись. 3 минуты осталось. Давай, 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 давай. Просто. Победный гол, давай. Вот! Не торопись! Болды, берег, тебе не надо. Мура последний, внимательно. Просто, Берег, просто. Не торопись, Берег! Ну куда он бежит? Ну объясните мне. Он и не будет аут кидать. Зачем он за мячом бежит, блядь? Меняю. Берег, последний, внимательно. Головой. Головой! Берег, Берег, внимательно, Берег. Не торопитесь. Даррен, не торопитесь. Берег, последний. Ермаш, Ермаш, Борис. Словно, бля. Словно ты, давай, до конца. Играй, играй, играй. Ниже, ниже. Ниже. Ниже! Ермаш, бля. Внимательно, внимательно, Берег, Берег, хорошо. Ты. Ой, Мура, Мура, задвигайся. Чисто! Ничего не было! Бар. Гол нужен, давайте, Джиги, гол нужен. Как ты так, встань. Встань в стену. Мура, Мура. Мура. Гол нужен, пацаны, давай. Арда, Мура, помогай, Мура. Минута, Джиги, давай, бля, забивай. Его, Мура. Бля, давай, победный гол, давай. Здесь. Победный гол, победный гол. Лучше! Победный гол, Джиги! Хорошо. В конце! Хорошо, не выключайся. Хорошо, а вот ты. Ближе, Даррен, ближе. Бля, большой! Бля! Чика! Молодец!
гол, Гена! Джиги, победный гол, бля, давай! Все, дома, жалко, все. Ниже! Да, спина, жалко, спина. Бля, гол, Джиги, давай, гол! Абу, справа! Все, жалко, спокойно, брат. Гол, удар! Бля, удар, гол, проиграл! Бля! Антон, блядь! Пацаны, давай, гол! Все, время. Все. Бля!